Сәлем, қалайсың? Мен осы соңғы аптада өзімді былай айтқанда не очень сезініп жүрдім. Белгілі бір іс-әрекеттер істеуге тырыстым өзіме көмектесу үшін, что вот настроение жоқ, сол настроение жоқ жағдайда қалмас үшін, қазір бүгінгі күннен бастап, кеше де өзімді уже жақсы сезіне бастадым. Кішкене настроение көтеріліңкі уже, состояние, яғни жағдайым жақсы болды. Сондықтан мен осы кезде маған не көмектес соны айтқым келеді. Және де белгілі түйген ойым бар. Соны бүгін айтқым келеді. Яғни, мысалы настроение түскен кезде немесе қиын жағдай бастан кешірген кезде, то есть белгілі бір іс-әрекеттер, белгілі бір жағдайлардың әсерінен көңіл күйің түсіп қалды. Былай айтқанда, жай айтқанда, яғни сен көңіл күйің түскен, белгілі бір негативный ойлар және негативті көңіл күй кешудесің. Сол кезде не істесе болады? Соны туралы түсіргім келді. Сондықтан, алып кеттік, бастайық. Ең бірінші айтқым келеді, әрине, егер қиын кездер бастан кешіріп жатсаң, настроениең жоқ болып тұрса, белгілі бір өмірде болатын әртүрлі жағдайларға байланысты айтқым келетіні, ең бірінші, это нормально так чувствовать, что егер белгілі бір ситуациялар болып қалса, егер сондықтан сен өзіңді грустно, одиноко, злость, ярость, яғни ашушаңдық белгілі бір жағдай туралы болса, это ең бірінші, что бұл это нормально. Егер сенде ондай эмоция болса, это значит белгілі бір жағдайлардың кесірінен, яғни это имеет место быть. Просто мен не үшін бұны айтқым келді, себебі бізде сразу, менің өзімде, неге мен былай сезініп тұрмын өзімді деймін. Я не хочу, чтобы мен өзім осылай жаман сезінім келді белгілі бір ситуациялар байланысты, неге деген сияқты сұрақтар қоясың. Мен айтқым келді, что это нормально так чувствовать, просто и оны өзгертуге тырыспау керек. Әсіресе телефон көріп, Инстаграм көріп, оны жоққа шығаруға тырысу, яғни одан избавиться етуге, одан қашуға. То, что обычно ол көмектеспейді. Или темекі шегу деген сияқты іс-әрекеттер көбінде, бұл басуға, справляться етуге тырысатын поведение болып табылады, бірақ ол көбінде көмектеспейді. Яғни айтқым келетіні, сол негативный ойлар, негативный эмоциялардан қашуға тырысу эффективті нәрсе емес, ол көбінде көмектеспейді, әрине. Просто айтқым келетіні, белгілі бір жағдай болса, сен белгілі бір өзіңді грустно, одиноко сезініп жүрсең, это нормально, бәрі сезінеді какой-то этап своей жизни, ол өмірде. И мен ойымша, өзім түсінген бойынша, өзім опытым бойынша, өзім оқыған бойынша айтады, что эмоция мен негативный ойлар саған келеді, сен миыңда болады, саған не обязательно что-либо делать с этим. То есть олар келді и кетеді, как волны деп айтады, жаңа теңіздегі болады ғой, көтеріледі, потом түседі. Окей, видеодан білгендей, егер настроение жоқ болса, белгілі бір қиын жағдай бастан кешіп жатсаң, не істесең болады, то есть белгілі бір іс-әрекетке келетін болсақ, мен бірінші жерде айтқым келетіні, бізде орысша айтады планирование активностей, то есть белгілі бір іс-әрекеттер пландау. Ең маңыздысы бұл жерде, әсіресе біз настроениеміз жоқ кезде біз көп нәрсе істегіміз келмейді, көбінде істемейміз да. Біз ойлаймыз, не істесек те настроениеміз көтерілмейді, не будет получаться, или қызық емес деп ше. Бұл жерде ең маңыздысы ең бірінші ойлану, осы күнге дейін маған қандай іс-әрекеттер жасаған қызық болды, ұнайтын, настроением көтеретін. Мысалға айтатын болсам, достармен бір жаққа шығып келу, жүріп келу, кино көру, спортпен айналысу, велосипед тебу, тамақ жасау, көп нәрселер, которые сені как минимум спокойно өзін сезінуге, немесе өзіңді жақсы сезінуге. Маған өзімде жеке достармен, өзім туысқандармен, туысқан секілдермен бірге далаға шығу, яғни белгілі бір торговый центр немесе киноға бару. Мысалы менің өзіме. То есть соларды ең бірінші ойлану және оны планировать ету. Мысалы мен өзімді айтайын, осы соңғы аптада не очень сезініп жүрдім дедім ғой. Мен осы Апшештеде болдым, особо шаға шықпадым, қыдырмадым, и мен байқай бастадым, что что-то чувствую одиночество. Белгілі бір из-за того, что мен шаға шыққан жоқпын, плюс кездеспеген адамдармен кездесіп, бір басқа нәрсе туралы ойлап, сөйлесіп деген сияқты істемедім мен ше. И мен сезіне бастадым одиночествоны. Әрине ең бірінші маған ойлар келді, мен особо физически одинокий емеспін, Апшештеде болғандықтан адамдар көп. Неге мен олай өзім сезініп жатырмын, неге вот так со мной происходит деген ойлар келді сразу. Одан бөлек мен өзім түсініп тұрмын, что вот желание кездесу, жақындармен кездесу, и жүріп келу, киноға бару, торговый центрға бару деген сияқты. И мен түнде рандомный кезде бір киноға билет алдым да, сөйтіп жаңағы сіңіліммен бірге киноға баруға планировать еттім. И мен бардым ертесіне, и өзім жақсы сезіндім, шын айтам, көмектесті, себебі ол уақытқа дейін мен настроением жоқ болды, мен түсіндім, что далаға шығып келу керек тупо. И маған өте жақсы көмектесті. Одан кейін туысқан үйіне бардық. Келесі күн сабақ болды, и мен
өзім түсіндім, что өзім жақсы сезіне бастадым. То есть это то, что маған керек болды сол уақытта. И мен оны өзіме бердім планировать етіп ше. Сондықтан сен өзің түсіну керек, что я хочу сейчас, и не менің настроением потенциально көтеруі мүмкін еді, потенциально көтереді. Ну, может быть, көтеретін шығар деп, потому что обычно біз настроениеміз жоқ кезде көп нәрсе біз настроениеміз көтереді деп ойламаймыз. Иә. Как минимум, білмеймін, не обязательно әрине далаға сразу шығу. Может, белгілі бір іс-әрекеттер сен настроениен көтеретін шығар, как мысалы маған тоже көмектесетін тамақ жасау и параллельно там белгілі бір сериалдың сериясын көру. Или там бүгін түнде кино көрем, бұрыннан бері көргім келіп жүрген киноны көрем деген сияқты іс-әрекеттер планировать етіп, күніңді хотя бы, просто бір күніңді қор там төсекте жатып жаңағы TikTok көріп немесе Instagram көрген әсіресе ол көмектеспейді. Ол наоборот сен жағдайың как будто нашар қылады ше. Сондықтан төсектен тұрып белгілі бір іс-әрекеттер жасауға бұл жерде. Не обязательно сразу көп үлкен нәрсе. Бір күніңді сағаттар бойынша планировать етіп, мынаны істеймін, потом кішкене демаламын, потом жаңағы сериалымды көрем, потом тамақ істеймін, да, бірдеңе пісірем, сол сияқты. Жалғыз өзің істейтін іс-әрекет, одан соң біреумен істейтін социализация тоже кіргізу керек. Потому что мен ойлаймын, біз социальный животные, яғни біз социалды адамдар. Я бізге социализация өте қажет негізі. Белгілі бір досыңмен, там, подругаңмен, достарыңмен планировать етіп бір жаққа шығып келіп, прям кәдімгідей негізі обычно көмектеседі. И сондықтан планировать етсем болады. Окей, не үшін вообще планировать етіп, өйстіп белгілі бір іс-әрекеттер қажет десек, просто егер біз настроениеміз жоқ кезде көбіне бізде жаңағы негативный ойлар көп болады. И біз сол жатып ше, ештеңе жасамай сотка көре берсек, их станет больше. То есть біз наоборот әрі қарай настроениеміз жата береміз. И белгілі бір іс-әрекет планировать етіп, оны жасаған кезде сен уже чувствуешь өзің басқаша. Все равно іс-әрекет жасаған кезде тоже сен негативный ойларыңда уже қатты негативный болмауы мүмкін. То есть уже қатты әсер етпейді саған. Особенно мысалы жаттығу жасаған кезде или там достарымен шығып келген кезде уже өзгере бастайды сенің отношениең белгілі бір жағдайға немесе ойларың. И сен осы бір іс-әрекеттер істеген сайын, уақыт өткен сайын сен как будто өзің бұрынғы қалпыңа келесің. То есть функционировать етіп жүрген белгілі бір іс-әрекеттер бәрін жасайтын, күнделік жасайтын іс-әрекеттер жасай бастайсың, сен уже былай айтқанда қалыпты жағдайға келесің. И ол көмектеседі осылай іс-әрекеттер жасаған. Қорытынды осы, что көңіл-күйіміз жоқ кезде жайлап өзіміздің настроениеміз көтеретін белгілі бір іс-әрекеттер жасау. Және оны істей аламыз только біз өзімізді ғана түсінеміз, не керек екенін қазіргі уақытта. Мысалы, адаммен сөйлескің келіп тұрса, жақындармен сөйлескің келіп тұрса, соны жасау. Или наоборот, пока что жалғыз болғың келді, кино көргің келді, соны жасау. То есть өзіңді түсіне білу керек. Сену керек, что бәрі жақсы болады, и қазіргі жағдайың все равно өзгереді. То есть біз ойлаймыз, енді бақытты болмаймыз, енді настроениеміз всегда осындай жаман болады деген сияқты. Но негізі көбінде қайтып қалыпты жағдайымызға келеміз, все равно бұл жағдайдан өтеміз. Осы уақытқа шейін белгілі бір жағдайлар болды, и біздің настроениеміз жоқ болды, но потом уақыт өткен сайын настроениеміз көтерілді. Я біз оны кеттік, немесе одан өттік, я белгілі бір ситуациядан. Сондықтан соны еске түсіру керек, и бәрі жақсы болатынына сену керек. Хотя иногда әрине оған сену өте қиын болса да. Я бүгінгі видео осылай болды. Егер белгілі бір ойың болса, осыған қатысты айтарым болса, комментарий жазып кетсең, мен қуана оқимын. Келесі видеода кездескенше.